Қайырлы күн, білім алушылар. Мен Тарас Теміржол көлік және коммуникация колледжінің математика пәнінің оқытушысы Төлегенова Зарина Ашимовна. Бүгін өтетін тақырыбымыз бірінші тамаша шек. Сабақтың мақсаты: бірінші тамаша шекті білу және қолдану, бірінші тамаша шек ұғымымен танысу, бірінші тамаша шектің салдарын үйрену, бірінші тамаша шекті есеп шығаруда қолдануды үйрену. Тілдік мақсат: пәндік лексика және терминология. Шек, предел, лимит. Функцияның шегі, предел функции, function limit. Бірінші тамаша шек, первый замечательный предел, the first remarkable limit. Шекті табу, нахождение предела, finding the limit. Бағалау критерийлері: бірінші тамаша шек формуласын біледі, бірінші тамаша шек салдарын біледі және түсінеді, анықталмағандықтан құтылу жолдарын біледі. Шектерді табуда бірінші тамаша шек және оның салдарын қолдануды біледі. Тамаша шекті талдауды және қолдануды біледі. Типтік шектерді таба біледі. Ең алдымен шек ұғымының тарихына көз жүгіртіп өтсек. Шек ұғымы өте терең ұғым. Шек ұғымы математикада кеңінен 17 ғасырдан бастап қолданылса да, оның дәл анықтамасы 19 ғасырда ғана, яғни 1821 жылы берілген еді. Ал енді жаңа тақырыпқа көшсек. Теорема: x айнымалысы 0 санына ұмтылғанда y тең синус x бөлінген x функциясының шегі болады, және ол шек 1-ге тең. Анықтама: лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус x бөлінген x тең 1 шегі бірінші тамаша шек деп аталады. Мысалдар қарастырып өтейік. x 0-ге ұмтылғандағы y тең синус ax бөлінген bx функциясының шегін табайық. Ол үшін біз синустың негізіндегі a санына алымын да бөлімін де көбейтеміз. Яғни лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус ax бөлінген bx көбейтілген a бөлінген a. Бұдан шығатын нәтиже синус лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус ax бөлінген ax көбейтілген лимит x 0-ге ұмтылғандағы a бөлінген b. Яғни мұна тұрған лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус ax бөлінген ax бізге бірінші тамаша шектің формуласы арқылы 1-ге тең болады. Лимит x 0-ге ұмтылғандағы a бөлінген b бізде тұрақты сан болғандықтан a бөлінген b-ның өзіне тең. Яғни жауабы a бөлінген b-ға тең. Келесі мысал. Лимит x 0-ге ұмтылғандағы тангенс x бөлінген x шегін табайық. Ол үшін тангенс x-ті біз өрнектеп аламыз. Яғни тангенс x-іміз синус x-тің косинус x-ке қатынасын береді. Бұдан шығатын нәтиже лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус x бөлінген x көбейтілген косинус x тең лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус x-тің x-ке қатынасын көбейтеміз лимит x 0-ге ұмтылғандағы 1 мен косинус x-тің қатынасына. Бізде бірінші тамаша шекке байланысты лимит x 0-ге ұмтылғандағы синус x бөлінген x-іміз 1-ге тең болады да. Ал келесі шектегі косинус x-тің x-тің орнына 0 санын қоямыз. Яғни косинус 0 градуста бізде 1-ге тең, 1 мен 1-дің қатынасы 1-ді береді. Нәтижесінде 1 шығады. Жауабы 1-ге тең.
Ал енді есеп шығарайық. Алгебра және анализ бастамалары 10 сынып 2 бөлімінен нөмірі 37-те бірінші есепті шығарамыз. Ол үшін біз арнайы берілген дескрипторларға жүгінеміз. Яғни дескрипторлар біріншісі бөлшекті түрлендіреді, екіншісі көбейтіндінің шегі туралы теореманы қолданады, үшіншісі бірінші тамаша шектің мәнін табады. Келесі тапсырма бізде жабық тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Яғни берілген есептердің жауаптарын сәйкестендіріп қоямыз. Ол үшін бізге дескрипторлар берілген. Бірінші дескриптор бөлшекті түрлендіреміз. Екіншісі көбейтіндінің шегі туралы теореманы қолданып, үшіншісі бірінші тамаша шектің мәнін тауып, және оның жауабымен сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма ашық тапсырма. Бос орындарды толтырыңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін де бізге арнайы дескрипторлар берілген. Бірінші дескриптор анықтаманы және теоремаларды еске түсіреміз. Сөйтіп, бос орындарды толтырамыз. Ал енді үйге тапсырма. 10 сынып алгебра және анализ бастамалары 2 бөлімінен нөмірі 37-де 3 есепті аламыз. Ал енді кері байланысқа келсек. Кубизм әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріңіздер. Неге? Яғни бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер, соны жазамыз. Ұсын, бүгінгі сабақтан не алдыңдар, бір-бірлеріне ұсыныс жасасаңдар болады, немесе маған. Келесі салыстыр. Бір-бірлерімен бүгінгі сабақта шығарған есептерінің жауаптарын салыстырсаңдар болады. Бөліс. Ең құнды деректермен бүгінгі сабақтан алған бір-бірлерімен бөліссеңдер болады. Осымен біздің сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.